Бүгін мен сіздерге Нугабест Южный Кореялық өнім, Нугабест Medical деген фирманың өнімі NM2500 деп аталатын модельді таныстыратын боламын. Бұл негізінде кәдімгі өткенде көрсеткен жаңағы белдік солармен бірдей қалай қосылатыны барлығы. Естеріңізде болса, менде Нугабест деген плейлист бар. Сол жерде Нугабест өнімдерінің көптеген түрлерін өзімде қолымда бар нәрселерді көрсеткен болатынмын. Бүгін NM2500 деген модельді көрсетемін. Міне мынау қосылатын өзінің белгісі бар, соны бір рет басамыз. Сол кезде мынадай болып жасыл түстер жанады. Енді мынау жоғары жағы, мынау төмен жағы. Міне Нугабест Medical деп мынандай өзінің эмблемасы тұрады. Енді мынау тұрған ойықты жоғарыға қоятын болсақ, мынау матрас тез ысиды. Негізі осы жоғарыға қойып, бір рет ысытып алған жақсы. Содан кейін температураны міне ортасына қойсақ болады. Сол кезде өте қатты ыстық емес, өте қатты мұздай емес, жақсы температурада тұрады. Дәл осы температурада сіз егерде таңға дейін осы матрастың үстінде ұйықтайтын болсаңыз, сізге кәдімгі үлкен пайдасы тиеді. Егерде күнде осының үстінде ұйықтайтын болсаңыз, сізге мүлдем дәрі-дәрмектің де, уколдың да ештеңенің де керегі болмай қалады. Мынандай өзінің шнуры бірге бекілген. Тоқ көзіне қосып қойдық. Енді мынау тұрған әрқайсысы, мынау өзі нешеу екен санаған жоқпын, бірақ өзі үлкен размердегі кәдімгі матрас. Енді бұның әрқайсысы тоққа қосылған кезде мынау ысиды. Ысыған кезде осының барлығы адамға өзінің пайдалы жағын көрсете бастайды. Енді мен сіздерге бұл модель туралы айтайын. Адам ағзасын қалпына келтіруге, адамның өзінің қорғанышы мен табиғи ресурсын іске қосуға көмектесетін құрал болып табылады. Бұл турмалин керамикасынан жасалған оңтүстік кореялық өнім болып табылады. Турмани керамикасы бұл турмалин мен германи, эльван және вулкандық пород адам ағзасына емдік қорғаныш беріп қана қоймайды, сонымен бірге көптеген аурулардың профилактикасы ретінде жүзеге асырылады. Турмалин матрасы NM2500 моделі әмбебап массажер болып табылады. Бетіндегі мынау тұрған турмалин дискілері тізіліп орналастырылған. Олар иммундық жүйеге өте жақсы әсер етеді. Бұлар сіз ұйықтап жатқан кезде, немесе демалып жатқан кезде ол өз жұмысын мүлтіксіз орындайды және күш жинауға көмектеседі. Сонымен бірге ондағы инфрақызыл жылулық пен магнитотерапия, ионизация процесі жүре береді. Инфрақызыл толқындар клеткаларға өте жақсы әсер ете бастайды. Ол адам денесін тереңнен жылытып, ішкі ағзалардың жұмысын жақсартып, қан айналымын күшейте түседі. Спазмаларға, ауру сезімі, қабыну процесі жойыла бастайды. Егер қаныңыз қою болса, сұйылтады. Қандай ауруға ем болады дейтін болсақ, барлық ауруға ем болады деп айтатын едім. Өйткені енді қалай қолдану керек екенін айттым. Енді бұны тоқ көзіне қосасыз, сосын жаңада температурасын қойып аласыз, мен көрсеткендей. Сосын белгілі бір өзіңізге ыңғайлы температураға қойып аласыз. Өйткені көп адамдар өте ыстыққа шыдай алмайтын адамдар болады. Немесе шыдай алатын болса да, ұйықтап қалған кезде мына ыстықтың үстінен аунап кетуі мүмкін адамдардың. Сондықтан орташа температураға қойып алған жақсы. Сол кезде адамдар азанға дейін осының үстінде ұйықтайтын болады. Көп адамдарды көрдім. Маған емге келген адамдардың көбісі мына үстінде ұзақ жата алмайды. Бір сағатты әрең жатады, қара терге түстім, уже болдым. Ары қарай жүрегім шыдамайды, әсіреп кеттім деп айтады кейбір адамдар. Сондай болмас үшін азанға дейін осы үстінде ұйықтайтын болсаңыз, онда температураны төменірек қойып алғаныңыз жақсы. Енді 30-дан 70-ге дейінгі аралықтағы температураның біреуін таңдап алсаңыз болады. Енді әбден қызған матрас 10 сағатқа дейін тоқтамай қосылып тұрады. Содан кейін 10 сағаттан кейін автоматты түрде өшіп, сосын қайтадан іске қосылады өзі автоматты түрде. Енді матрасқа күндіз 1-2 сағат жатқаннан гөрі түннен таңға дейін, яғни ұзақ пайдаланған кезде нәтижесі айтарлықтай көріне бастайды. Енді әсіресе остеохондроз, грыжа, буын аурулары,
аяқтың тартылып қалуы, қан айналымының нашар болуы, бүйрек ауруы, бронхит, өт, гастрит, гинекологиялық аурулар, іш қату, цистит, простатит, молочница, геморрой, қол мен аяқтың ұйып қалуы, варикоз, аяқ пен қолдың мұздай болып тұруы, тағы басқа ауруларды өте жақсы емдей алады. Нугабеспен дендеріңіз сау болсын. Енді техникалық мінездемесіне келетін болсақ, бұл 220 вольтпен жұмыс жасайды. Және ең бір қызығы, бұл 60 герцтен ғана жұмыс жасайды екен. Яғни бұл 60 герц деген денсаулыққа ешқандай қауіпсіз деген сөз. Кейбір білгіштер айтып жатады, бұл ыстыққа өнебе осының үстіне пайдаланып осының үстіне ұйықтайтын болсаңыз, сіз онкологиялық аурумен ауырасыз деп айтады. Ал онкологиялық аурумен ауыру үшін 60 герц деген ыстық болып есептелмейді. Сондықтан бұл онкологияға ешқандай да кері әсері жоқ. Ешқандай кері әсері жоқ. Бірақ аяғы ауыр әйелдер абайлап қолданған дұрыс, жалпы қолданбаған да дұрыс. Өйткені ыстық парға отыруға аяғы ауыр әйелдерге болмайды. Сол сияқты бұл 60 герц болғандықтан бұның әрине қауіпсіз, бірақ енді өте ыстықты болмайды негізі. Өйткені қан қысымы көтеріліп кетуі мүмкін деген сияқты аяғы ауыр әйелдер пайдаланбағаны дұрыс. Қарсы көрсетілімі ретінде. Сонымен бірге онкологиялық аурудың 3-4 сатысымен ауырып жүретін болсаңыздар, онда бұл матрасты пайдаланбағандарыңыз дұрыс. Өйткені ол ауру әбден асқынып дендеп кетті деген сөз, бүкіл тамырды қуалап уже кетті деген сөз. Сондықтан ол кезде 3-4 сатысында онкологияның бұл матрасты ғана емес, Нугабестің кез келген өнімін пайдаланбағаныңыз дұрыс деген болатын едім. Енді айтатыным осы, егерде осы Нугабест матрасына байланысты NM2500 деген модельге байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, мен жауап беретін боламын. Негізі кез келген қалада Нугабесттің залдары бар. Сол жерге барсаңыздар, Нугабесттің матрасы ғана емес, сонымен бірге кроваттарында пайдалануға болады тегін бір ай бойы. Бірақ бір айдан кейін міндетті түрде оны сатып алуыңыз керек болады. Сатып алатын болсаңыз, бір ай бойы соны осы маған жағады ма, жақпайды ма, мен осыны көрейін деп едім, сатып алайын деп едім дейтін болсаңыздар, сіздерге міндетті түрде пайдалануға, тегін бір ай пайдалануға мүмкіндіктеріңіз бар негізінде. Бірақ өшіретін кезде мынаны өшіріп барып, тоқты көзден ажырату керек. Бірінші мынаны өшірмесе күйіп кетуі мүмкін деген қауіп бар. Міне артында да жазылып тұр өзінің характеристикасы. Жалпы өте мықты жасалған бұл өнім. Өте, мысалы, алғанымызға 10 жылдан асып кетті, әлі бірде-бір рет бұзылған емес. Өте мықты жасалған, өте сапалы түрде жасалған. Кейбір заттар мысалға 2 жылдан 3 жылдан артық шыдас бермей бұзылып қалып жатады ғой. Ал бұның мықтылығы енді бұзыла қоймайды. 10 жыл пайдаланғанның өзінде, күнде пайдаланғанның өзінде. Арендаға беріп жіберемін кейде. Мысалы, пациенттеріміз келеді, айтады, менің бір туысқаным ауырып жатыр, ол алыста тұрады, ауылда тұрады, ол жақта еш-жаққа баруға мүмкіндігі жоқ. Сондықтан мен сізден бір айға алып кетейін, 10 күнге алып кетейін, 15 күнге алып кетейін деп арендаға алып кетеді. Мен күніне 3.000 теңгеден деп есептеп, осы матрасты арендаға беріп жіберемін. Рахметін айтып, алғысын айтып, әкеп беріп жатады. Өте жақсы болып қалды, бұрынғыдан гөрі әлдеқайда жақсы деп ешқандай бір жалобы естіген жоқпын. Барлығы мақтап, рахметін айтып жатады. Сондықтан егерде мүмкіндіктеріңіз бар болса, осыдан матрасты алсаңыздар өздеріңізге жақсы. Бұл дәрі-дәрмексіз емнің түрі болып табылады. Бұның денсаулыққа ешқандай зияны жоқ, пайдасынан басқа зияны жоқ. Бірде-бір адамды көрген жоқпын, осы Нугабесттен осындай болдым, осындай болып қалдым деп жалғыз жасаған адамды мен көрген жоқпын. Сондықтан әрине бағасы өте қымбат, бірақ негізі одан да қымбат нәрсені не болса соған құртып жатырмыз. Мысалы, бір жылдың өзінде тұмаумен ауырамыз, бірдеңемен ауырады, адамдар ауырып көп келіп жатады. Сол кезде қаншама дәрі-дәрмекке ақша құртып жатады. Мысалы, бару, қайту, қатынау, оның барлығы қаншама ақша. Сондықтан соншама ақшаны далаға құртқанша, осыны бір рет алып қоятын болсаңыздар, өмір бойы пайдаланасыздар. Өмір бойы пайдалануыңызға болады. Тіпті сізден кейін сіздердің балаларыңыз пайдалануы мүмкін. Сондықтан бұл бұзыла қоймайтын өте мықты жасалған құрал. Сондықтан біреуін алып қойсаңыздар, бүкіл туған туысқандарыңызға да пайдасы тиеді. Жалпы бұдан әжептәуір жаңағы денсаулығыңызды түзеп алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан дәрі-дәрмексіз ем түріне қарай көшетін уақыт әлдеқашан жетті. Мынау дамып кеткен елдер дәрі-дәрмектен әлдеқашан бас тартып, дәрі-дәрмексіз ем жағына көшіп жатыр. Ал біздің Қазақстан оған әлі келе қойған жоқпыз. Біз әлі сол жаңағы химиялық дәрі-дәрмекті жөн санаймыз. Ауырып қалсақ тіптен дәрігерге де бармай, ең бірінші аптекаға қарай жүгіретін жағдайдамыз әлі.
Сіздермен бірге болған Айнұр Оразымбетова, сау болыңыздар.